Ал енді білесің. Мынау ұлымның тойы жақындап қалды. Уайымдап жатырмын. Дайындық қалай, соны айтып берші маған. Ұлыңыздың тойына дайындық керемет. Өтте жақсы өтеді. Мына Сарыбайдың тойынан да керемет болып өтеді. Кім ол тағы Сарыбай деген? Қарабайдың баласы. Қарабай деген кім ол? Қоңырбайдың інісі ше? Қоңырбай деген кім ол? Қойшы. Танымайды екем оларды. Мен дәл төнікпін ғой кішкене. Жарайды. Сол Сарыбайдың тойы алдында керемет қылып өткен. Сіздің ұлыңыздікі одан да керемет өтеді. Не болады? Қандай қызықтар болады? Айтып бер. Дайындықта қазір мынандай 2 қабатты қазақ үй соғамыз. Мынау ерекше бір қазақ үй ғой? Иә, алдында болған жаңадан шықты. Жаңадан шыққан, мықты. Сосын ішінде дайындық жүріп жатқан кезде сіздің балаңыз мынандай ат лимузинмен серуенге шығады. Мынау біз сиямыз ба бұған? Бұның үстіне 15 адам сияды. Үстінде тұрып билеуге де болады. Билеуге болады. Иә. Керемет. Сосын бұның артында қап-қара 3 бұқа жүреді. Бұқа? Иә. Олардың не қажеті бар? Әдем болады, сеніңіз. Адамдардың қызығып қарайтын болады. Дәу бұқа дейсің ба? Дәу 3 бұқа. Керемет. Сосын дастарханын Түркістанға дейін жаямыз. Түркістанға дейін? Иә. Керек емес Түркістанға дейін. Түркістанда өздері туған күндерін жасап жүреді сол дастарханға. Отырарға дейін жайсақ та жетеді. Жарайды. Дастарханды отырарға дейін жаямыз. Той керемет өтеді, уайымдамаңыз. Болды. Той керемет өтсе болды. Енді сен бәрін қадағалап, не керегін бәрін алып, түгел қадағалап шық. Не ғой, Сұлтан? Осы тойдың шығындары кеше санадық, 500 000 динар шығып тұр. 500 000 динар? Иә. Көп ақша ғой. Қымбат. Сарыбайдікінен күшті болады 2 есе. Сарыбайдікінен күшті болады дейсің ба? Иә. Онда осы мақыл. Жасаймыз. 500 динар болса 500 динар. 500 000.